аудан ішіне набор құрдық та, наборға координат жүйесін беріп жатырмыз, импорт жасаймыз, райондікін. Мен жіберген аудандікін. Районы, окей. Так. Қалғандан по умолчанию қалдырамыз. Бізде Арал деген ГДУ бар. Енді мен сіздерге очень осы ауданды жіберемін ғой. Экспортталайын. Барлық ауданды. Сендерде мынандай қате болған. Есіме түсті. Сендер бүйтіп экспорт жасаған кезде бір ғана объектіні белгілеп алғансыңдар да, сөйтіп отправили. Бірақ объект келген маған. Сондай болмау үшін выборканы алып тастау керек. Сол кезде барлық объект экспортируется, экспорт жасалады. Данные экспорт дейміз да, осы базаға жіберейік. Да, из... Сендерде бір папка бар, бір папканың ішінде жұмыс істеңдер, чтобы данныйлардың әр жерде жатпасын. 6-шы практика, Аралдың ішіне кіремін да, аудандар. Аудан дейсіз. Так, мына аудандар келді, сендерде бар. Так, топо кезетті соған саласылам тоже. Топо кезетті соған саласылам. Да, бәрін соған саласайықшы. Ауданды топо кезетті импорт жасасайық. Сендер, чтобы анау жоқ, мынау жоқ демесін дейгім. Бәрін берейік. Так, области полигон, топо кезет екеуін салдық. Так, мына базаға жинадық. Енді бұлар бар. Так, енді менде Арал ауданы болса, Арал ауданы. Сендерде қазір тұрған мынау аудан, бұл блоктерді алып тастайық. Осылай тұрады, сендерге мына базаны жіберемін. Ауданды ашасыңдар. Басынан пустой что. Отырақ емес, так, ауданды ашасыңдар. Ашылды аудан, топо кезетті ашасыңдар. И бесцветный істелайық. Аудандар көрініп тұратын. Так, енді менде Арал аудан болса, Арал аудан белгілеймін да. Тек қана ол белгілеу үшін надо сделать только этот слой доступный для выборка дейсің. Тек аудан таңдалады. Так, осыны Арал деп отдельно алып аламын. Қайта-қайта белгілеп жүрмеу үшін, базаның ішіне сақтаймын Арал деп. Сақтадым, окей. Қостым. Так, маған енді аудан керек жоқ, Аралмен ғана жұмыс істеймін. Енді осы Аралмен қиылысатындар керек маған, Аралмен қиылысатын бірнеше нелер бар. Тополар бар. Так, ол үшін выборка по расположению деп жасап алсам болады. Топо KZ ауданмен қиылысады. Окей. Выборка по галочка қою керек. Мына выборка қою керек екен, тоже айтпаса таңдалмайды. Топо KZ таңдаймын, ол маған Аралмен қиылысатындай болу керек. Ауданмен дес, Аралмен, Окей. Так, мына топо карталар керек маған. 18 топо карта керек екен. Осы топо карталарды жүктеп байлаймыз. Байлауды білесіңдер. Так, мен қазір менде байланып тұрғандарын шақырайын. Бірден жазып қояйын, чтобы аттары шығып тұру үшін. Писать объекты. Условие емес екен. Надписи. Индекс фулды қояйық. Так, жақсы. Енді маған керегі L40-12 керек та. L41-07 керек мысалға. L41-07 керек. Сендер уже байланып тұрған болсын. Так, ему топы обл, топы 200. Сендер оны өздерің байлайсыңдар алдын ала. L41-07, L41-07 деген жоқ. 08 жоқ. L41-13 бар екен мысалға. 13 шақырасың. Анда бесцветный қояйық, чтобы асты көрініп тұратындай. Так, мына L41-13 келеді осылай сендерге, байлап аласыңдар. Так, келесі екіншісін шақырайын, так, L41-14. Привязка жасалған 200 мыңдық байланған карталарым бар. Енді осыларды кесу керек бізге әрқайсысын. L41-13-тен бастайық. 13-ті алам. Системді таңдаймын мына жерден. Так, топо KZ. Аудан пока алып жасайық. Аралды. Мынаны кесу керек маған. Кесу үшін бірден былай жасасаңдар болады. Екі әдісі бар. Біріншісі оңай, окна деген бар, анализ изображениемен белгілеп кесуді баста саласыңдар. Қайшы тұрады оны. Отырмын.
обработка деген жерде вырезание басып аласыңдар, бұл бірден істеп тастайды, бірақ бұны документи карта сақтайды осы жерде. Кесілді, иә. Осы бірінші жол осы. Сосын бұны сақтап қойғаннан кейін экспорт жасау керек. Оң жағын басаңыздар, данные атын көшіріп аласыңдар. Аты тура өзі болып барсын, L4113 болып барсын. Оң жағын басасыңдар да, данные, экспорт данных деп жаңа базаны көрсетеміз папкада. Арал тұр, и так үйді басасыңдар, арал. Так, менде арал деп ішін көрсетіп тұрмын, арал ГДБ арал дейді, набордың іші керек жоқ маған. Аралдың өзін ғана белгілейсіңдер, ГДБ-ны. Ішіне кірмейсіңдер базаның. Базаның ішіне керегі жоқ. Осы аралды белгілейсіңдер, и атын жазасыңдар мына жерге, жаңа көшіріп қойған аты, L4113. Единственное, мына жерде ол дефисті оқымайды. Сол үшін ол нижний пробелмен ауыстырасыңдар. L4113-ті L нижний пробел 41 нижний пробел 13 дейсіңдер. Формат өзі файлы базы геоданных. Сохранить. Сақтаймыз. Ол бізде уже неміз растрымыз базаның ішінде тұрады уже. Обновить. L4113 тұр, иә. Удалить етсеміз клипті уже болды. L4113 керек жоқ, L4113 керек жоқ. Біреу кетті. Енді екіншісін кесеміз. Екіншісін кесу үшін на квадратты белгілеп аламыз бірінші. Біз окнаға барып, тағы да анализ изображения барып, жаңадай кесіп экспорттап аламыз. Екінші әдісі бар тағы да. Екінші әдісі ArtToolbox арқылы. Оны да істеп көрейік. Кейде ана әдіс кейде істемей қалады, жаңағы шықпай қалады бір. Сондай жағдайда мынау істейді. Управление данными, Data Management Tools, соның ішінде растр, обработка растры, вырезать деген бар. Осының ішіне L4114 кесеміз. Выходной экстендке таңдаймыз, топы кезетті. Маған галочка қоямыз. Белгіленіп тұрған. Белгіленіп тұру керек қой именно бізде. Көп кесетін жеріміз, иә. Белгіледік. Сақтайтын жерімізді көрсетеміз. Бірден базамызда. Менде гизнан бірден сақтап алу керек жаңа. Не қылмау үшін, осылай іздеп отырмау үшін рабочий набор сақтап қойған жақсы. Сол жұмыс істеп отқан папкаңа бірден үйді басып аласың, сол кезде келеді. Гиз, 6-шы практика, аралдың ішіне кіреміз да, 13 емес, уже 14 дейміз. Сохранить. Так, extend вырезание деген не екен, так, отмечено болса, не отмечено. Сохраняет выражение ячейки входного растра. Так, отмечено болсын. Использует extend вырезание. Бұны қоймай көрейік давай. Но бірақ біріншісі галочка тұру керек. Өйткені кесілу керек, да? Көрейік. Екінші әдіспен. Так, біз растрды вектормен кесіп жатырмыз. Растрды полигон вектормен кесіп жатырмыз. Кесіп алғаннан кейін ол бізге қосылады. Мына жаққа, иә. Бұны экспорттаудың керегі жоқ уже. Біз бұны не істедік? Бұны біз уже бірден кесіп сақтадық. L4114 тұр. Екі әдіспен де көрсеттім, иә. Осылайша ауданды толтырасыңдар. Аудан бәрі полный болады. Полный болғаннан кейін ауданның несімен кесіп тастау керек даже. Давайте мозаика істеп көрейікші, осыны айтпақшы. Мозаика. Екі растр істеп алдық. Енді окнаның ішіндегі мозаика істемейік екенбіз. Так, мына екеуін белгілейік та. Так, қайда мыналардың аттары шықпай тұр. Объединить каналы, маска. Жоқ, мына мозаика істемей тұр, неактивно. Значит, бұны былай жасаймыз. ArtToolbox-пен істейміз. ArtToolbox-пен наборға кіреміз. Так, набор данных. Жоқ, набор данных. Набор растровых данных. Мозаика новый растр деген бар. Осыған қосамыз на екеуі. 14-те. Выходное местоположение тоже жаңағы жерде сақтаймыз. Сақтап тыңшы. Файл сохранить как. Толық қап тосыңдар файлдармен. Так, 6-шы практика. 6 деп қояйық. Сақтадық. Выходное местоположение үйді басамыз да. Так, тоже ГДБ-ны сақтап көрейік. Аты арал болсын. Так, расширениесін қосу керек болған. Атын арал.tif деп көрейік. Форматын бірден қосу керек. Так, 8 бит емес уже бұл. Неше бит екен көру үшін свойствосына барып көреміз любой растрдың.
свой целое. Глубина пикселя 16 бит. Осыны таңдаймыз, 16 бит. Целое деген нет, сигнет па, ансигнет бит. 16 бит. Так, сигнет болады, яқа. Так, число каналов. Неше канал бар? 3 канал бар. Красный, зеленый, синий. Оны да мына жерден көруге болады. Число каналов, мына 3 канал. Свойствосын тұрады. 3 дейміз. Так. Бұл енді ғарыштық суреттерде де осылай мозаика істейсіңдер. Бірін көріп, мынау енді қазір маңызды емес. Соңғысын алады, несін алады. Так, 3 дейміз мынаған. Так, болды ғой деймін вроде. Так, параметр среды айтпақшы, параллельно обработка 0 болуды ұмытпаңыз. Окей, көрейік. Так, мозаика істеп алып, соңында барлық топо карталарды мозаика істеп алып, ауданның шекарасымен кесіп, экспорт ете саласыңдар базаға. Так, топо картамен бітеді сонымен. Екінші ғарыштық сурет. Ғарыштық сурет Earth Explorer сайтымен аласыңдар. Earth Explorer деген сайт бар. Бұның несі бар? Видеосы бар YouTube'да. YouTube'да кірсеңдер, так, қазір бірден көрсетіп жіберейін. 11-ші ма? Лансат суреттерін жүктеу деген бар мына. Отыр, 11-ші практикаға қажетті нәрсе. Осыны көресіңдер, осында бәрін түсіндіргем. Қалай алу керек, лансат суретте, я? Мына бір бүкітті, 11 қайда? Мына лансат суреттерін жүктеу. Мына осыған кіріп, сайтқа кіріп, қай жерді қалай таңдау керек, оны жүктеп, аркмапта қалай цветной изображение алу керек, бәрін көрсетуім керек осы жерде. Осы видеодан қарайсыңдар. Сосын 11-ші практиканың өзі де көрсіндіріп болады. Ол жерде уже не істеймін 11-де. Мына жақта уже аркмапты ашып жатыр, мына мозаика істеп жатырмыз. Мозаика ашу, аркмапты қалай істеу, оның бәрін мынадан қарайсыңдар. Мынамен қалай кесіледі. Оны уже бізде кім түсіріп жатыр, Сақып па? Жоқ, давайте былай істейікші, күрделендірмейік. Пока мынаны қоя тұрыңдар. Ғарыштық суретті қоя тұрыңдар. Тек топо картаны сындыршы, болды біріншісі. Өте күрделі қиын. Так, топо картаны кесесіңдер. Қайдан менде не мозаикам? Так, мозаика мына шықты. Мына кесілді, я, тиф деп сақталды. Аты почему-то сақталмай қалды. Мына мозаика кесілгеннен кейін ең соңында артық шығады, сендердің мынаның бәрі шығады ғой. Мына топо карталардың бәрін целиком шығады, мына шығып тұрады жартылар. Соны мына границамен соңында мозаиканы кесесіңдер де, маған именно мозаиканы жібересіңдер ғой. Скриншот жібересіңдер просто. Экспорт жасап. Топо картаны экспорттайсыңдар. Так, болатындар онаның барлығын. Клип жасалған. Компоновка өте салыңдар, сол атын жазу үшін. А4-ді аралға приблизить к слою дейсіңдер да. Топо карталарды алып салыңдар. Тек қана мына жерде границаң и топо карталар тұрсын. Атын жаза сал просто. Қойды аты. Ставка текстпен жаза салсыңдар ғой. Масштаб ештеңе керегі жоқ. Арал ауданы дейіндер. Мына жерде бірақ мозаика міндетті түрде болсын. Істеп көріңдер, істейді жаңа. Менде істеді, сендерде істейді. Жалмаса, онда без